Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері және студенттер. Мен Жомарт Мұратұлы, физика-математика ғылымдарының кандидаты. TikTok-тағы және YouTube-тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай күрделі тригонометриялық теңдеуді сіздерге шығарып көрсеткім келді. Бұнда косинус 4 дәрежелі x минус косинус жақша x плюс 3 пи бөлінген 3 көбейтілген косинус x минус пи бөлінген 3 тең 2 синус жақша x плюс пи бөлінген 6 көбейтілген синус x минус пи бөлінген 6. Енді бұнда не істейміз? Көбейтіндіні қосындыға түрлендіреміз. Косинус 4 дәрежелі x-ке әзірге тиіспейміз, оны өзгертпейміз. Мынада минус 2-ден 1. Косинус альфа косинус бета формуласы қалай? Косинус альфа минус бета. Енді аналардың айырмасы косинус 3-тен 2 пи, яғни 3-тен 2 пи минус, алардың айырмасы тұрса минус косинус альфа плюс бета 2-ден 1 сон. Косинус 2х осылай формуланы бойынша. Солай ғой? Косинус альфа минус бета минус косинус альфа плюс бета соның 2-ден 1 тең. Мынау қалай? Көбейтінді мынау болады. Синус альфа синус бета қалай болады формуласы? 2 синус альфа синус бета. Косинус альфа минус бета минус косинус альфа плюс бета. Сонда косинус альфа минус бета косинус пи бөлінген 3. Әзірге қателеспес үшін косинустармен жазады. Минус косинус альфа плюс бета. Косинус 2х. Енді түрлендірейік. Косинус 3-тен 2 пи, ол минус 2-ден 1. Бұл жерде 4-тен 1 болады. Косинус 4 дәрежелі x қалай болады ол? Косинус 4 дәрежелі x әзірге жаза берейік. Ол косинус квадраттың квадраты, значит косинус квадрат ол косинус 2х арқылы өрнектейміз. Соны түсініп отырған мына жерде. Плюс 2-ден 1 косинус 2х, 2-ден 1 косинус 2х. Минус 2-ден 1 плюс 4-тен 1, плюс 4-тен 1 тең. Қалай болады мынау? Мынау 2-ден 1 дұрыс келсесіздер пи бөлінген 3-тен. 2-ден 1 минус косинус 2х. Енді косинус квадраттың квадратынан түрлендірейік. Косинус 4-ті. Ол қалай болады? 4-тен 1 плюс косинус 2х-тің квадраты. Келсесіздер квадраты. Солай болады. Плюс 2-ден 1 косинус х, плюс 2-ден 1 косинус 2х. Бәрінде косинус 2х бар. Косинус 2х-ке қатысты. Тригонометриялық теңдеу плюс 4-тен 1 тең 2-ден 1 минус косинус 2х. Түрлендірсек қалай болады? Косинус 2х-ті талай басақ, бәрінде косинус 2х бар. Тамам. Әлерде бәрін 4-ті көбейтіп жіберейік. Аяқта қандай болады? Т квадрат плюс 2т плюс 1 бәрін 4-ті көбейтіп. Қысқарып кетеді. Плюс 2т и плюс бәрін 4-ті көбейтіп жатырық. Түсінесіздер ғой? Мына аяқта плюс 1, плюс 1, плюс 1. 4-ті көбейтіп жатыр. Тең 2 минус 2т. Бәрін 4-ті көбейтіп жатырық міне. Мұнда қандай теңдеу шығады бізде? Т квадрат. Мына аяқта 6т 4-те 6т т квадрат плюс 6т 2-лер бөліп кетеді. 1 плюс 1 минус 2 тең 0. Мұнда 2 торы шығады бізде, дұрыс па? Т квадрат т плюс 6 тең 0. Әр жаққа 0-ге теңесек бұл элементар теңдеу ғой. Т1 тең 0, Т2 тең минус 6. Енді қадеп біз косинус 2х алдық. Косинус 2х минус 1-ден кіші болмайды ғой. Минус 6 минус 1-ден кіші. Значит, Т2-ні лақтырамыз, алмаймыз. Т1 тең 0, косинус 2х тең 0 болады. Сол жағдайдан аламыз, қарастырамыз. Өйткені косинустың мәні минус 6-ға тең боламайды. Неге? Себебі минус 6 минус 1-ден кішкентай. Бұл элементар зат неге мида көп сөйлеп айтып жатыр деп ойламаңыздар. Себебі бұл қажетті нәрсе. Бір нүктеден математикадан қателессеңіз бәрі қажет. Косинус 2х тең 0. Ендеше бұдан қандай шығады? Косинус қандай бір шырдан өлге тең? Пи бөлінген 2 плюс пи к. 2х пи бөлінген 2 плюс пи к бүтін сан. Сонда х тең пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4 плюс пи к бөлінген 2. Мұнда к бүтін сан. Пи бөлінген 4 плюс пи к бөлінген 2. К бүтін сан. Осындай сандар жиынына теңдеудің шешу болады екен. Видеоны осылай лайк қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.